Баршаңызға сәлем, Айжанның асханасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен ауызда еритін чак-чак дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетіңіз. Ол үшін бізге жұмыртқа, тұз, разрыхитель, шекер, сұйық май, су қажет болады. Қанша керек екен, мен описаниеге жазып кеттім рецептін. Жұмыртқаны шағып аламыз. Тұз, шекер, разрыхитель саламыз, су құямыз. Барлығын араластырамыз. Жақсылап араластырамыз ерігенше. Енді сұйық майымызды құямыз. Онда жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды салып, орташа жұмсақтықта қамыр елейміз. Осылай қолымызбен жақсылап елеп аламыз. Енді қолымызбен осылай кішкене елеп, теңдей екі бөлікке бөлеміз. Бұл чак-чак деген өте мол болып шығады, әрі берекелі, дастарханыңызға сән беріп тұрады. Қамырымызды 5 минутқа тындыруға қоямыз. Тынған қамырымызды жұқалап жаямыз. Қамыр бешбармақтың қамырында жұқа болу керек. Осылай ұн сеуіп жаямыз. Кейінне қарай ондай ұнды көп қолданбаймыз. Себебі майды бүлдіреді. Сондықтан мен көп ұн қолданбаймын. Енді қамырды бөліп, екіге бөлеміз. Одан тағы да бөлеміз екіге. Сонымен 4-ке бөлінген болады. Енді 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Арасын ашып аламыз. Май қатты қызып тұрмау керек, орташа қызып тұру керек, сонда әдемі шығады хворостарымыз. Ақшыл цвет болады. Піскен чак-чагымызды осындай ыдысқа салып, үстіне сгущенка құямыз. Оның үстінен мен үгілген шоколад салам, немесе мак себуге де болады. Егер де видео ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Асыңыз дәмді болсын.